Ассалаумағалейкум қазақ елі. Отандық танымал актриса Нұргүл Мыңғатова өзінің инстаграм парақшасында мен өзімді шынайы етіп көрсетемін. Қалай бар, солай. Тойға барсам от души билеп, көңіл көтеріп қайтамын. Тем более өзіміздің той болса, инстада бөлек, өмірде бөлек көрінбеймін. Мысалы мына суреттер, кинодағы образым. Өмірде олай жүрмеймін ғой. Бұл тек менің жұмысым. Демек өмірде не играю? Бір тойда от души қуып билей қалып едік. Абысынтай екеуміз. Не бір нәрсе жазды ғой халқым. Балқия құтырған, байып алып секеңдеп жүр. Жандарым ау, мойнымда кредитім бар есілшті. Менде на расслабоне болғым келеді ғой, секіріп билеп. Сонда мен өзіміздің тойда да актриса боп, ешкіммен араласпай отыруым керек па? Табиғатым сол, арам ойым жоқ, жан жағымды ойламай демаламын. Бірақ өкінішке орай, соны қолданып, түсіріп, басқаша салып қоятын жандар. Өмір бумеранг. В общем сол, злой болмасаңыздаршы. Мен сіздерге не жамандық жасап қойдым, деп жазған екен. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Осы хайп іздеп жүретіндер, сондай видеоларды салып қойып, құтырған басқа деп жазып қоятындар. Өзім бірақ ол видеоны көрмеген екем. Қалай билеген? Билесін, тойға барғаннан кейін билейсің. Бәріміз билейміз ғой. Или сіздер бүйтіп қақиып тұрасыздар ма, бүйтіп қарап, мысалы осындай жазатындарға айтып отырмын. Сөйтіп сақ қоятындарға. Қақиып, мен билемеймін, мен қарапайыммын деп. Сонда тойда билеп жүргендердің бәрі қарапайым емес пе сонда? Мысалы да. Бұл кісілер де актриса болсын, мұғалім болсын, басқа адам болсын, бәріміз адамбыз ғой. Бәрімізде туысқан бар, бәрімізде туғанымыз бар. Тойларына барамыз, билейміз, көңіл көтеріп қайтамыз. Той деген көңілімізді көтеру үшін емес пе енді? Сол үшін жасалады ғой енді. Қуаныш дейді. Қуанышты бөліссең көбейеді дейді мысалы да. Сол сияқты қуанышын бөліседі адамдар, билейді, тойына ортақтасады. Бірақ та өкінішке орай сөйтіп видеоға түсіріп алып, бұлар құтырған, бұлар байған, бір нәрсе жазып кетеді да. Сондайларға ответка дейма, жауап ретінде осындай жазба жазған екен Нұргүл Мыңғатова. Енді пікірлерді оқиыншы, сол маған қызық болып тұр. Это же безработные домохозяйки пишут, у кого рабская жизнь дейді. Енді түсінген жастар аудармай қойын. Жарайсың Нұргүл қызым, жұрттың сөзіне қайтесің, билейтін жерде биле, күлетін жерде күл, саған бәрі жарасады сұлу қыз дейді. Алланың берген сұлулығы, өнері тек алға. Шынымен ғой негізі бір жағынан ит үреді, керуен көшеді деп те сол тактиканы ұстанып алған дұрыс қой негізінде. Елдің сөзін қайтесің, көңіл бөлме, керемет жансың дейді. Басқа Нұргүлжан туралы менен сұраңыздаршы дейді. Танысы олар мына кісі, қалай бар, өмірде дәл солай дейді. Жүрегі таза, өте қарапайым, тектілік бетінде тұр дейді. Саған қалай билесең де, саған жарасады жаным. Ешкімнің сөзіне мән берме, алға баса бер дейді. Сіздей көңілді жүре алсам, арман ғой, атак ағашпын ғой дейді. Умница, красавица, ешқандай фальш жоқ. Өскеменнің аэропортында қаншама рет кездестім дейді. Қара торының әдемісі деп жазыпты. Красотка деген Динара Әлжанды танисыздар ма? Сол кісі де бүйтіп екі көзінде жүрегі бар смайлик қойып қойыпты. Кереметсің, мән берме дейді. Сізді бір ретте көрдім кафеде, әп-әдемі екенсіз ғой, живой дейді. Саған бәрі жарасады, елді тыңдамай, өзің үшін өмір сүр дейді. Негатив жазғандарға мән бермеу керек, өте тамаша қызсың. Мән берме жаным досым, өсек деген бізді өсіреді, олардың сауабын өшіреді дейді. Шүкір дейік, сөз ергені дұрыс, көз тимесін досым. Сол көз жарадан зорға құтылдым ғой дейді. Досым дегенге кім екен деп қарасам, Құрманай Бақтиярқызы жазған екен. Қарапайым күйіңізбен ұнатамыз дейді. Нүкешті бұрыннан білем, инстада қандай, сондай фальш жоқ. Пысық, еңбекқор, балқия болу үшін қанша жыл еңбек еткен дейді. Қара қыз деген аягөздің қыздары ботагөз деп жазыпты. Балқия дейді. Молодец, менің жерлесім депті. Шығыстың қыздары от дейді. Өте қарапайымсыз дейді. Ешқандай уайымдама, Алла жар болсын саған дейді. Бәрін қойшы, балаң қалай, не болды емі деп жазыпты. Өте орынды, киноға да шынайы түсесің. Керемет, тек алға, шынайылықты жаным сүйеді. Сұлу қыз, ал маған солай ұнайсыз дейді.
мүлдем ойыңызға алмаңыз. Сіз суперсіз деп жазыпты. Я, дұрыс айтасың. Тойға барып билемей, елді сөз қылып отыратындарға таң қаламын дейді. Онсыз да үйде отыр ғой. Тойға бардың ба? От души биле. Күл, көңіл көтер, тырысып, бырысып отырмай я дейді. Шынайы мән бермеңіз дейді. Адамға жақсы қылсаң да, тырысып, бырысып отырмай деп отыр. Негізі шынымен тойда кейбір кезде байқап қаласың ғой, бір сол кісіні бір заставить етіп, қинап әкеп болған сияқты отырады ғой. Ондай адамдарды алады. Мүмкін или ауырып отырады деп білмейсің ғой, бірақ сырт көзге солай көрінеді да. Шынайы мән бермеңіз дейді. Адамға жақсы қылсаң да, жаман қылсаң да жақпайсың. Жалынды жастық шақта билеп те, күліп те алған дұрыс дейді. Желтый пресса деген мода ғой. Сол диванный комментаторлар үйінде отырып айта берсін дейді. Қайта айтқан дұрыс, көз тимейді. Алла жұмыста абырой, отбасы мүшелеріне, өзіңізге денсаулық, өнерің алға бассын. Шынайы бейне әрқашан жарасымды да, әдемі де дейді. Шынымен кейбір адамдар былай бір болады ғой өмірде, өзі қарапайым адам, бірақ бай көрінгісі келеді, или басқаша бір образдар істеп алып, өздеріне жараспайды, мысалы. Көрініп тұрады да, фальш деп айтып жатыр ғой жәндегі. Өздерінің шынайылығын көрінбейді менің ойымша. Ал егер өмірде қандайсың, жаңа кинода да, жұмыста да, басқа жерде де, сахнада да қандай болсаң, бірдей болсаң, сол адамның өзіне жарастырады кейде. Мысалы, қарайсың, оған сахнадағы образда, сол жаңа кинодағы образда, өмірдегі образда да, барлығына сол өзінің образы. Сол үшін өзінің образында қалуға тырысу керек та. Өмір сіздіңкі, негатив жазатын адамдардың сөзіне мән бермеңіз дейді. Мен бір нәрсені түсінбеймін дейді. Өнер адамдары, олар да біз сияқты адам ғой дейді. Өте дұрыс айтқан екен, иә? Олар да біз сияқты адам ғой олар да. Олардың просто өнер адамдары деген, жаңа актриса болса, ол жұмысы оның. Неге соларды аңдып, тырнақ астынан кіріздей бересіздер? Олардың да көңіл көтеруге, қателесуге құқығы бар. Если что деп жазыпты. Мән берме, жазылғандардың ішінен өзіңе керегіңді ал, басқасын көңіліңе алма. Өте керемет. Негізі осы пікірлердің бәрін қарап отырып, мен Нұргүл Мыңғатованың сондай бақытты жан екенін түсіндім. Себебі оның қолдаушылары өте көп екен. Өзінің қолдау пікірлерін жазған, өздеріңіз де естідіңіздер, жаңа оқып бердім. Құрметті қазақ елі, Нұргүл Мыңғатоваға шын жүректен барлық жақсылықты тілеймін. Өзі сондай қарапайым жан екен. Тағы да көзіміз жетіп отыр. Құрметті көрермендер, сіздерге де барлық жақсылықты тілеймін. Аман болыңыздар.